Газды қосу халыққа тегін болуы керек. Қазтрансгаз бен Қазақгаз халықта осы күнге дейін тонап келген бе? Табиғи газды уысында ұстайтын екі ірі компанияның тұтынушыдан заңсыз теңге алғанын мәжіліс депутаты Темір Қырықбаев ашып айтты. Түркістан, Қызылорда, Жетісу облыстар мен Астана, Шымкент қалаларының тұрғындарының тарапынан Қазтрансгаз аймақ табиғи газға қосудың заңсыздарға қатысты орын алған. Ал бұл жағдайларға байланысты Бірлік газ қауымдастығының шағымы негізінде жоғарғы сот шешімі арқылы газға қосу тәртібін реттеуге пуск подключение қол жеткізілді. Яғни заңға сай тегін жүзеге асыруда. Яғни Қазтрансгаз аймақ техникалық шарт формасын қолданысындағы заңға сәйкестірілді. Қарапайым халық пен кәсіпкерлердің миллиардтаған ақшасын заңсыз алғаны анықталып, соттың шешімі шықса да, алпауыт кәсіпорындар елден ақша жинауын доғармай отыр дейді депутат. Қазақгаз ұлттық компаниясы мен Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам бұл талапты сақтамай, өз ойларынан келген заңсыз талаптарын мәжбүрлеп, тұтынушылар мен кәсіпкерлерге төлетіп отырған. Жоғарыда аталған облыстар мен қалалардан басқа аймақтарға әр абоненттің орта есебінен 20 мың мен 40 мың теңге арасында қаржы талап етіп төлеткен. Тек Түркістан облысы бойынша қысқа ғана мерзімде есептелген заңсыз алынған сума 125 миллион теңге. Ал заң талаптарына сай соңғы 3 жылда есептегеннің өзінде миллиардтаған заңсыз алынған қаржы қайтарылуға жатады. Сөз соңында Темір Базарбайұлы бұл мәселені құзырлы орындар назарға алып бақылауды күшейту керектігін айтты. Жоғарғы сот шешімі шықса да, Қазақстанның өзге өңірлерінде заңсыздықтар жалғасуда. Бірыңғай тәртіпке қол жеткізілмей келеді. Зардабын қарапайым халық пен кәсіпкерлер көруде. Кәсібін бастамай жатып, мұндай кедергілерге ұшыраған кіші кәсіпкерлер кәсіпкерлікті бастамай жатып тоқтатуға немесе заңды бұзу арқылы жасырын жұмыс жүргізуге мәжбүр. Бірнеше жылдар бойы Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғам тарапынан болып жатқан заңсыздықтары барлық құзыретті органдардың назарына жеткіздік. Алайда осы күнге дейін бір шешім болған жоқ дейді халық. Осындай келеңсіздіктерге тосқаулар қашан болады екен? Құрметті Роман Васильевич, елімізде газ саласын реттеу үшін түбегейлі өзгерістер қажет. Бүгінгі бақылаушы органдардың ұстанымын өзгертіп, тұтынушылар мен кәсіпкерлердің құқықтарының қорғалуына бағытталған кешенді шаралар қолданып, газ саласында қатысты заңдардың орындалуын бірнеше кезекке қою қажет. Атап айтқанда, бірінші, Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің газ саласына қатысты техникалық шарт үлгісі заңға сәйкес орындалу қажет. Екінші, тұтынушыларға газды қосу тегін болу қажет. Үшінші, тұтынушылардан сараптама қорытындысын заңсыз талап етілмеуі қажет.